Елікқала районында жайласқан фермер қожалығы бүгінгі күнде аймақ халқын сапалы балық өнімімен тәмелеп келтірген іспілермелік субъектілерінен бірі есептеледі. Шаңырақлық бизнесті жолға қойған іспілермен істің көзін біліп, аймақ халқын жұмыспенен тәмелеген. Сондай-ақ осы жеңілдетілген кредит һәм өз қаржысы есебінен ашылған балықшылық қожалығы жылына 12 тонна балық, қосымша улумалық ауқатлану һәм туризм қызметлерін көрсетіп келмекте. Елікқала районы Ақшакөл ауыл-қаралы жиыны аймағында жасаушы халық жақсы біледі. Бұл жерлер саррас бір жыл алдын қара жер еді, яғни ешқандай су жоқ, қара жер еді. Республикамыздағы іспілермелерге қаратып отырған жоғары ітібар нәтижесінде, президентіміздің ітібары нәтижесінде бұл аймақта жасаушы іспілермелер өздерінің жұмысларын жолға қойып, туристік майдан шөлкемелестірген. Іспілерменнің өзіне жүзленеміз. Жұмысларыңызды қалай басладыңыз? Жұмысларымызды 1 апрель күні балық бердік. Ondan алдын 2 ай шөлі техникаларды жүргізіп, ташландық ер еді. Şu дәрежеге алып келдік. Кейін 10 мың штук балық бердік. Қазіргі уақытта апрельден бияғына есептесек, 6-7 ай болған болса, балықтың алды 3,5 килодан келіп тұрыпты. Енді берге бір чайхана құрдық. Адамларды іш білен тәмінләшіп, өзім айларымда бір 6 адам ішіп жатыр. Қошымша енді 5 адам ішке алдық. Енді кеңейтіріш ниетіміз бар, бұндан ішші орындар яратыш. Өкімет тарапынан мына 200 миллион сом кредит алдық, имтиязлы. Яқшы болып тұрыпты, әммәс жайында. Майдан үлкен, қанша гектарды елеген? Бір әммәс жайма 3 гектарды елеп тұрыпты. Берде апай халыққа да көзіміз түсіп жатыр. Олардың балық тұту процесслері қандай болып жатыр? Олар қызықып, балық тұтады, өзі қармағын алып келіп, қақласа қызығына, қақласа тұтқан балығын үйіне алып кетеді. Келішілген нақты әммәсі Әгер көп тұтып өрсе, өзіме ташап кетерлер. Фақат сатып алу. Олар дәм алыш мақсатында келеді. Балыққа қызығатын адамlardan. Келешекте режелерimiz Xudo қаласа берілген тапчаларға адамдар дәм алышты yaxshi ko'radi. Shuni kengaytirish niyatimiz bor. Turizmga kirgizmoqchiman, niyatim. Turistik maskan qilmoqchimiz. Бүгінгі күннің алдыңғы адамларына айланып үлгерген іспілермелер жаратылған шараятлардан нәтижелі пайдаланып, өз жұмысларын жолға қоюды давам етер екен, мемлекетіміздің экономикалық өсімі де артып бара береді.